Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл KFC-дағыдай болып шығатын тауық қанатшаларын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепттерді ең алғаш болып көретін боласыздар. Ең бірінші бізге тауық қанатшалары керек болады. Мен осы KFC-ді жасаған кезде шамамен 1 килограммдай тауық қанатшалары жеткілікті болды. Бізде осы тауықтың қанатын негізі 3 өзі бөліктен тұрады. Сүйекшеден осындай шеткі жақ бөлігін алып тастайсыздар. Ол бізге мүлдем керек емес. Ортаңғы және де міне шеткі бөлігінен біз KFC дайындайтын боламыз. Тура осылайынан міне барлық тауық қанатшаларын бөлшектерге бөліп аласыздар. Бөліп түбі тереңдеу келген ыдысқа салып аласыздар. Енді біз осы тауықтың қанатшаларына тесіктер жасауымыз керек болады. Сол кезде бізге дәмі барлығы толықта барлық бөлігіне тиеді. Пышақпен немесе шанышқымен осылай міне тесіктер жасап шығасыздар. Барлық тауық қанатшасына осылай міне тесік жасаймыз. Бәріміз сүйіп жейтін осы KFC қанатшалар өте оңай жасалады. Қараңыздар, үйдегі бар зат, яғни тұз және де қызыл бұрыш салдым. Үстіне су құясыздар. Су құйылған кезде бөлме температурасындағы суды құя беруге болады. Енді жақсылап тұрып қолымыздың көмегімен осылай міне араластырып аламыз. Енді біз осы күйінде кем дегенде 40 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін ұнымыздың үстіне 1 ас қасық қызыл бұрыш, жарты ас қасық тұз саламыз. Тұзды кішкене одан да азырақ салсаңыздар болады. Енді міне құрғақ қоспамызды араластырып аламыз. Бізде 40 минуттай уақытымыз өтті. Енді тауық қанатшаларын судан алып ұнға осылай аунатып аламыз. Одан кейін қайтадан суға аунатамыз. Одан кейін қайтадан ұнға аунатып аласыздар. Сол кезде бізде барлығы жақсы көретіндей тауығымыз андай кітірлек болып шығады. Тура осылайынан міне барлық тауық қанатшаларын жасап шығасыздар. Бірінші судан алып құрғақ ұнда аунатып аламыз, қайтадан суға саламыз, қайтадан құрғақ ұнда аунатамыз. Міне бізде барлығын осылай дайындап алдым. Енді осы KFC қанатшаларымызды қуырып алу ғана қалды. Майды жақсылап тұрып қыздырып аласыздар. Түбі терең ыдыс болуы керек, өйткені бізде тауық қанатшалардың бетін май толықтай жауып тұруы керек. Біздің осы тауық қанатшаларымыз қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Менде шамамен бір жағын пісіргенге 7 минуттай уақыт кетті. Осылай міне сарғайып қызарғанға дейін пісіресіздер. Әркімнің оттың қызуы әртүрлі болғандықтан міне осындай сарғайғанға дейін пісірсеңіздер болады. Тура осылайынан барлық тауық қанатшаларын пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар.